Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге шоколадный женттің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны өткізбей соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Видеода керекті заттарды мен төменге видеоның астына описанияға жазып кетемін. Алдын ала талқанымызға ерітілген сары маймен бөлме температурасындағы сгущенканы салып, жақсылап араластырып аламыз. Алдын ала дайындалған формамызға осы женттерімізді салатын боламыз. Қастың көмегімен болмаса силиконовый формамен салсаңыздар болады. Силиконовый форманың кез келген түрі жарай береді. Мен осында екі түрін қолдандым. Бұл жент өте дәмді болып, керемет болып шығады. Жасалуы оңай и тез дайын болады. Осылай қолымызбен басып, болмаса қасықпен басып нығыздап саламыз. Болмаса женттеріміз үгітіліп кететін болады. Жарты сағатқа мұздатқышқа қоятын боламыз дайындап алып. Одан кейін жарты сағаттан соң шоколадымызды алдын ала ертіп аламыз. Формамыздан тез алынды, жарты сағаттан соң алдық осылайынан. Енді шоколадымызды ертіп дайындаймыз. Осы формамызға кез келген шоколадтың түрін қолдануға болады. Мен өз қолыммен жасалынған органикалық шоколадтың түрін қолдандым. Шоколадтарды құйып алған соң осы формаларымызға салатын боламыз шоколадтардың үстіне. Видеом ұнаса менің каналыма тіркеліңіз, лайк басып, комментарий жазып қалдырып кетіңіз. Менің каналымның алға қарай жылжуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Сонымен қатар менің каналымда басқа да тәттілердің, тамақтардың түрлері бар. Осылай жақсылап сығып формамызға жайғастырамыз. Және қатыруға жарты сағат қоямыз. Біздің формамыздан жарты сағаттан кейін дайын болды. Видеоның соңына дейін қарағаныңызға рахмет.